Қайда? Ақша? Кеше де бермедің 200 теңгені. Сен бергеш бер. 1 сентябрьда келіп қапты. Ойбай, анау жазды қимай әрең қоштастым ау. Мына ұсқынсыз мектепті, мына ұсқынсыз парталарды, ұсқынсыз тақтаны вообще сағынған жоқпын. Мына ұсқынсыз 3 баланы да сағынған жоқпын ше. Бірақ ішіндегі бір алтын балам бар, үздік оқиды ше. Айтқан тілім бәрін орындайды, сабақты сол үшін келем мектепке, басқалар үшін келмеймін ше. Қазір келеді ғой үшеу. Әпәй деп күту керек болады енді оларды. Енді 9 ай солармен тағы оқимын, тағы тезес каникул болса екен. Ал, кіре ғой. Апай, кірсем бола ма? Ой, менің сүйікті оқушым мен. Кіре ғой. Алтын балам менің. Ойбай, өсіп кетіпсің ғой, кішкентай болып каникулға кеткен едім. Апай, мен уже 7-ші классқа өттік қой. 7-ші класстың бүкіл тақырыбын уже алдынан оқып қойып, дайын отырмын. Ойбай, онда сен 7-ші классқа өткізіп жіберейік та сразу. Болмаса сөйтейікші. Кітабың теріс ұстап алыпсың, о миың ашығаннан, не? Ой, жаным, өзі сен үшін мектепке келем, басқалар аналар келеді. Апай, анау бұл жылы анау баланы ауыстырдыңыздар ма? Анау мырза дейді ғой. Ауыстырса атаманды. Кетпеді, құрмайды ғой, соны біз басқа мектепке құртайық десек, ауылда бір-ақ мектеп бар, басқа жоқ. Шашат жіберді. Апай, уже ақшамды ала беріп жүр. Ақшам қалмады менің. Күнде жаяу келетін мектепке алдым. Сенен ақша алып жүрма ол еще? Апай, күнде айтады, немесе ақша сұрау, ақша сұрау. Сенсің, қазір мен оның жазасын берем, тура ше. Мен айтты демекші, ату, оны ұпсайды. Сен сабағыңды оқып, ашып отыра береді. Тақтаны сүртіп қойшы, тақтаны. Келесі келеді ғой, жамырап ше. Кір. Ойбай, апай, не болсын же қатты айқайлап? Саламатсыз ба? Ойбай. Тапшпек келді, апай, тапшпек. Мектеп формаң қайда, мектеп формаң? Мені? Осындай мен образым корейский күшті. Отыр. Мына жерге отыр. Не істедің жаздық каникулда? А? Ой, апай, көп. Сен кітаптарың? Кітаптар? Сумка келін қараңыз. Ішінде косметика бар. Масқара, 7-ші класс болып қандай косметика? Ерте қартайып кетесіңдер. Боянып апты ғой мынау еще. Қарсаң осындай күшті милашка болып боянып үйреніп алдым. Не ол милашка дейтін? Ой, апай, сіз шарт етпейсіз, кетініші бар. Не ол шарт етпейсің деген сөз? Немене бәле сөздер тауып аласыңдар каникулда? Кішкентай қартайып қалған ба, ауыстыру керек. А? Іштең. Не дейді мұналар? Вообще түсініп тұрған жоқ мына қызды ше мен. Шашынды ағартып бітіретін болдың ғой сен қызақ ше. Папе, сол баяғыдан бері осындаймын ғой. Осы класста 2 бала бірақ қызсың да ше. Істеп отқаның ше. Ойбай, шашым. Апай, сабақ... Новый маникюрімді көрдіңіз вообще там. Апай, сабақ бастайықсы болды. Кесінді анау. Әртін шығып болған ба? Мен бәлі тұс деп сөйлейді. Айналайын. Сен айтпас ма? Ұрыспаңдар. 7-ші классын бүкіл тақырыбын бітіріп тастаған 8-ші классқа ауыстырам бұны. Сендерден үлкен болып болды. Анау кім келе атыр ау дейме? Анау ізі көрініп тұр ғой анау. Ой. Келді анау. Қазір тоқылдатпай кіреді ол ше. Қарасай тоқылдатқан да жоқ, ұятсыз. Әшейін, осы сабақтан сындыр. Жап, есікті кір отыр. Сәлемдеспей ақта қойшы, отыршы. Саламатсыз ба, апай? Ойбай. Мен жоқ кезінде отырыз сабақтан. Қалайсың, жақсың ба? Отыр. Ой, просто амандасып отырмын ғой, жігіт қой. Жинастыр нау. Не жинастыр, үйіңде отырсың ба? Жинастыр табы. Ойбай. Табиғи сұлу, көмектеспейді ғой, не сезім апай? Косметика Табиғи сұлулық деп отыр. Тыныш. Ауыздарың жабыңдар. Сендер мектепте отырсыңдар, каникул емес бұл. Сен де бір өз әдем санау қойшақ кітаппен очки. Мен саған сөйлеуге рұқсат берген жоқпын. Шеш анау очкиіңді. Көзім ауырады мына жер жап-жабық қой. Шеш дедім. Қазір ше мен сені директорге апарам. Әлі есің жимағасын ба сен 6-ші класс бітіріп? Жоқ, біздің спортзал просто андай да, қараңғыда дала шықсаң, көреді да. Ондай күш дегендей. Мұрт өсіп кетті ғой. Бұл күші көптер мұрт өседі өзі білесің ба? Мектепке келерді шашыңды, мұртыңды, сақалыңды алдырып жіберген жоқ па әкешің? Қандай мұрт саған? Апай, бұл уже жылдан жылға уже кәртейіп кеткен ғой бұл. Очкарик қазір. Лупамен жүресің, біреуін сындырып тұрсың.
Қақта отсыңдар сендер, көшеде отсыңдар ма? Базар етеді ба? Кітабыңа кіріп кетсе ертегілерің я. Мен сендер түсінген жоқпын. Дәптерің қайда сен сұлу қызың, а? Дәптерің кән? Мен папамның Lexus'ын ұмытып кеттім. Ойбай, Lexus деп айтып қалу керек қой, мақтанып қалу керек қой. Lexus айдайтын болсын, не үшін жүрсіңдер ауылдың мектебінде кетпейсіңдер ме қалаға? Ба, мен сені абсурдтен автобуста көрдім, сол ма Lexus? Папа, мен де автобус Lexus деймін, ондай шықпағым, не? Сен біреуді шатыстырып алған шығарсың. Ой, мен жүгіріп келе жатқан кезде автобустан осыстым ғой мен, сол кезде көрдім ғой. Ай, бұл сен әлі жүгіріп ба? Фуй. Мен спортсмен. Сендерге әңгімені мен берсе болды екен ғой, әкетеді екенсіңдер ғой. Менде сентябрь басталмай жатып, короче, балалар. Мен жиналысқа шақырып жатыр, директор ағай бар ғой, директор ағай ше. Директор ағай бар ғой. Сонымен Ой, сізде соған бит роман ба не? сен балаға не жоқ, сен өсекшіл емес едің ғой. Қатын сымақ болып кеткен ғой, Директор ағай сізге қараймын, не апай? Ойбай, директор ағай мені мектепке дейін шығарып салып жүр, автобусқа салып жүр ғой мені. Ойбай. Романтика ғой бұл Lexus деген автобус сіздікі. Короче, миды ашытпаңдар, кеттім мен жиналысқа, мақыма. Тыныш отырыңдар, мыналарға сабақ үйрет. Сабақ үйрет, мақыма. Болды, үйретемін ғой. Ага, давайте. Шуламай отырыңдар, кеттім мен. Не істеп жатсың я? Гранитті тістеп жатсың ба кәдімгі? Білім деген гранит, та? Дұрыстауға бояншы бір кемпірлерге ұқсамай, Сен қыз сексендерге. өпше маған түспей қойшы. Қойшы, біреу болсын, келді ме осы уақытқа дейін саған? Бір танысайықшы, бомждардан, либо бір апалардан басқа. Есің өзі де вообще бір түрлі екен. Поттер ма? Мына жерде шам жоқ па не? Гарри Поттер емессің ба сен? Кім ол Гарри Поттер? Гарри Поттер дейтін. Ай, ал не? Счетчик. Айналып отыр ғой. Ақша қайда? Ақша? Кеше де бермедің 200 теңгені. Алдың күн де бермедің 200 теңгені. Ұру керек па әрдайым? Әрдайым ұру керек па? Есен шығып кетіп отырмын ма? Сен үші? Маған директор ма тоқтатты да, неғып молжанға тиісіп жүрсің, жауап етіп жатыр дейді ғой. Не болды? Қинап қалдың ба? Жоқ, негізі сен Неге можанға тиісіп алып? Баршы бар аняқа. Қазір апай шақырып, қазір жиналыстан шақырып келем апайды. қоя тұр. Әке, ішкейін саптырайын. Саптырайын ішкейінді. О, мұна бәді не көресің сенден? Бәрі жап-жақ лупа иіп алғансың ба? Күнге қарасаң көзің жақ Сен жермен ба? негізі мен жаз бойы не істеген білесің ба? Білем. Не істедім? Оқу, суреті жоқ кітаптарды оқу ғой тек сенікі. Не только кітап. Не енді? Не шешінесің? Мен ондай еркектер маған. Шешінбе маған. Мен кәдімдей нормальный еркек, маған еркектер ұнамайды, шешінбе. Жоқ, одай емес сен. Мен не істеген білесің ба осы уақытқа дейін? Апай маған тәрбие сабағын жүргізіп жүр деді ғой, а? Сен беркеш бер. Не болды? Сен беркеш бер. Балалар? Ой, менің балаларым тып-тыныш отыр екен ғой. Как раз өзімде настроением көтеріліп кеп отыр едім. Жаңағыдай директор ағаймен директор ағаймен әмпей-жәмпей болып әңгіме айтып қойғанбыз ғой. Бұл емес менің вкусымдағы ол. Үйтіп не істемеңдер. Не дейді мынау? Не болды? Қандай әріп апай? Қайсы? Тұрақ. Мырза? Не болған мырзаға? Тәрбие сабағын жүргізгенбіз ғой. Сен жүргіздің ба? Иә. Мала. Можанның танықтарын білмей Ешкім жүрген маған шаш істеген жоқ. Мен өзім жеттім. Тоқташ. Дұрыстап қаршы кән. Не болған сен көзіңе? Баған шыққан кезде артыңыздан барғанда есікке соғысып қалдым. Бәсе содан дұрысталған сияқтысың ғой, иә? Жоқ, мен просто білем да, білім мықты екен негізі, чем? 7-ші класста енді ежелеп оқып атқаның болмады, бірақ молодец. Оқи бер. Болды. Ал балалар, сіздерге осындай мектеп атты мини-фильм ұнаса, лайк, комментарийларыңызды аямаңыздар, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Ал всем пока!